Ал армысыз бармысыз ағайын, есен аман. Біздің енді мынау соңғы 4 жыл 5 жылға жақын уақыттағы ізденісімізде жалпы біздің Қазақстан Республикасының азаматтары, біздің арамызда қазақ қоғамы десек те болады, соның арасында бір концептуалдық ізденісте болдық қой. Яғни жалпы мынау арабизм баяғы бүкіл дүние танымды, бүкіл жалпы жоғарғы ұғымдардың бәрін арабтарға тақап, соның бәрін арабтардан алып, соның арқасында сөзімізді, тілімізді, рухани мұрамызды арабтардан алу арқылы біз адам болыппыз деп келдік қай бір жылға дейін. Онан кейін іздене келе өзіміздің рухани мұрамыздың да арабтан кем түспейтінін, өзіміздің де әулиеміз, өзіміздің де бабамыз, өзіміздің де кітабымыз, өзіміздің де азаматтарымыз, данышпандарымыз бар екенін түсіндік. Арабқа қарап қалған күніміз жоқ екен, басқаға да қарап қалған күніміз жоқ. Мынау кешегі 300 жыл боданы болған орысқа да қарап қалған күніміз жоқ екен. Өзімізден ақын да шығады, батыр да шығады, ғалым да шығады, өнерпаз да шығады. Жақсы мен жайсаңның бәрі өзімізден шыға алатынын түсіндік. Енді мынау рухани концепцияға кезек келді деп ойлаймын. Енді мынау біздің қоғамда тәңіршілдік деген, жалпы біздің бабаларымыз көк тәңірге табынған деген нәрсе, ол әу бастан бар нәрсе. Кешегі мынау дүниежүзілік көшпенділер ойынының ашылу салтанатының өзі бүкіл көк бөрі, көк тәңірі туының астында өткенінің өзі біздің мынау уағызшылардың, ойбай сендердің бабаларың жаңағы бөрінің құртқасымен жақындасып содан тудыңдар ма не деп мазақтап жүреді. Көрдіңіздер, бүкіл мемлекеттік деңгейде, дүниежүзілік деңгейде жалпы мына көшпенділер ойынының ашылуы ол көк бөрі туының астында өтті. Баяғы кім біздің мынау шапырашты атамыз бар еді ғой, аты кім еді, шапырашты десем Назарбаев еске түсіп кетеді да. Бөрілі байрақ ұраным, бөрілі менің байрағым, бөрілі байрақ көтерсе қозып кетер қайдағым деп. Баяғыда бабаларымыз мынау құрбандық шалған кезде ақсарбас деп көк бөрінің рухына арнап шалушы еді. Кейін енді уағыз тыңдап алдық та бәрін фисабилиллах болып кеттік қой енді. Бірақ енді қазірде көп азаматтар бар, оң солын танып жүрген, өткені мен қазіргісін, болашағын шамалап меңзеп отырған. Сонымен енді оны айтты, мұны айт, менің ізденісімнің нәтижесіндегі арқамандық деген концепцияға келіп тоқтадым. Арқаман дегеніміз адам, шабарман, қойшыман дегендегі сияқты. Ал дүние жүзіндегі сол ман деген ағылшындарда мән деп келген, ол сөз біздің аталарымыздың сөзі. Арқа дегенге келетін болсақ, бұл арқа біздің арқалы адам дейміз ғой, жаңа арқаланып кетті дейміз. Әруақ шақырып арқаланған кезде баяғы батырлар жекпе-жекке шығатын болған, ақындар айтысқа түсетін болған, қандай бір жағдайда адам сондай бір психоэнергетикалық сол бір дәрежеде адам арқасы қозады. Арқа деген сөзді өздеріңіз білесіздер, біреулер айтады іші басы арқасы қозып кетеді деген сөз бар да. Ол елдің арасындағы сөз. Сондықтан бізді жетелейтін арқамыз, бізді сынаққа салатын арқамыз, яғни ата бабаның әруақ әлемімен байланысымыз. Сол сынаққа түскен кезде біз лайықты болып содан өте білсек, онда біз арқамыз бізді жетелеп, жақсылыққа жеткізеді екен. Содан енді біреулер мен әлхамдулилля мұсылманмын деген немен жолмен жүрем дейді. Енді қазақ дегеннің бәрі әлхамдулилля мұсылман болу керек дейді. Бірақ енді мен дулаттың баласы ретінде айтам, біздің аталарымыздың мемлекет құрып дүние жүзіне танылған уақыты осыдан 2300 жылдай бұрын деп аталады. Менде дулаттар жайлы кітаптар жинап, оның ішінде өзімнің сихым деген елім туралы біраз нәрсе жинаған жағдайым бар. Ал ол бойынша біз Иса пайғамбардан 3 ғасырдай бұрын дүние жүзінде ең үлкен мемлекеттің бірін құрған екенбіз. Ал олай болса сонда қалайша ол кезде Иса пайғамбар түгіл, Мұхаммед пайғамбар да жоқ, Иса пайғамбар да жоқ, бірақ біз дүние жүзіндегі аузын айға білеген азулы мемлекет деп отырамыз. Яғни бізді мынау Иса пайғамбар мен Мұхаммед пайғамбардың ілімі келіп көкке көтерді деген ол шындыққа жанаспайын деп тұр, егер тарихты оқыған болсақ. Енді қарапайым мынау сақ қорғандарынан да табылған, енді сақ қорған деп айтып жүрміз ғой, алтын адамның өзін қарасақ, біздің бабаларымыз оның тарихын шамалап бір 5000 жылдай деп айтады. Сол 5000 жыл бұрын ол кезде керек болса Мұса пайғамбар да жоқ еді, Ибраим пайғамбар да жоқ еді. Мынау қасиетті 4 кітап Сүлеймен пайғамбар да жоқ еді, жаңағы еврейлер айтып жүрген. Енді қазақтағы Сүлеймен деген ұғым бар, Дәуіт деген ұғым бар, қазақта жаңағы ие деген ұғым бар, ол бізбен бірге туылған ұғымдар ғой. Олар адамзатқа қанша жыл болса, ол ұғымдарға да сонша жыл болды. Алайда бізді келіп жарылқаған жаңағы араб пен жөйт,
жөйттердің кітабы бойынша жаңағы мынандай болған: жөйттерге кітап түскен, олар ферғауынға қарсы болу арқылы алла тағаланың мейіріміне бөленген деген сияқты ертегілерін тастайтын кез келді. Сондықтан енді ұзын сөздің қысқасы, мен қазір өз басыма демей-ақ қояйын, бұл енді халқымызда неғып жүрген нәрсе арқамандық деген концепция. Арқаман болу керек әр адам, яғни өзінің арқасы қалай жетелейді, ата бабаның әруағы қалай жетелейді, ол солай жүру керек деп. Ал енді ары қарай тақырыпты ашып дамытатын боламыз. Бірге болыңыздар. Хабарда болып, уақыт бөліп тыңдағандарыңызға көп алғыс айтам. Рахмет. Рахмет дегенде қазақтың сөзі, оны арапқа жауып, одан қашудың қажеті жоқ айтпақшы.